Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде көбейгіштерге жіктеу екінші сабағы түсіндіріледі. Мысалы, бұл жерде көбейгіштерге жіктеу негізі 7-ші сыныпта басталғанымен, бұл жерде 8-ші сыныпқа да жатқыза беруге болады бұл жерде кейбір тақырыптарды. Ал енді бастайық. Мысалы, бүгін бізде екінші орынға алып отқан есептеріміз осылай басталып тұр. Біріншісі x-тің 6 дәрежесі -1 дейді. Енді сіздер бұл жерден байқасаңыздар, x-тің 6 дәрежесін бұлай аламыз: x-тің кубы және де осының квадраты деп аламыз. Бұл жерде дәрежелер қасиеті қолданады. Мына жерде 3 пен 2-нің көбейтіндісі бізде 6-ны береді. Енді азайтылған 1 дейміз. 1-дің де үстіне квадрат жазып қойып. Енді бұл жерде қысқаша көбейту формуласында мына формулаға келіп тұр: a квадрат минус b квадрат. Екі мүшенің квадраттарының айырымы деп аталады. a минус b, a плюс b болып ашылады. Енді есепті ары қарай жалғастырсақ, демек біз екі жақшаға жіктейміз. x куб азайтылған 1, x куб қосылған 1 болады. Енді бұл есепті жақсылап қарайтын болсақ, мына жерде 1-дің үстіне куб жазып қоятын болсақ, мына жерде де 1-дің үстіне куб жазасақ болады. Себебі 1-ді 3 рет көбейтсек, бәрібір де бізде не шығады? 1 шығады. Енді біз тағы да қысқаша көбейту формуласы a куб минус v куб деген формуланы қолданамыз. Бұны ашатын болсақ, бізде a минус v, a квадрат қосу ab қосу b квадрат деп формула бізде осылайынан беріледі негізі. Осылай біз жаттағанбыз. Енді егер жаттамаған болсаңыздар, міндетті түрде жаттап алғандарыңыз дұрыс болады. Енді бірінші жақшада a-ның орнында x тұр, b-ның орнында 1 тұр деген сөз. Демек бұл былай ашылады: x минус 1. Келесі жақшамыз x квадрат қосу x қосу 1 болып қалады деген сөз. Мына жерде av дегеніміз ортасында x қана болғаны 1 мен x көбейтіледі деген сөз. Енді келесісі бізде тура осы формула қайтадан, бірақ кубпен, бірақ бізде плюспен кездесіп тұр. a куб плюс v куб. Бұл бізде a плюс b және де a квадрат минус ab қосылған b квадрат деп ашылады. Демек біз есепті жалғастыратын болсақ, x плюс 1, келесі жақшамыз x квадрат минус x қосылған 1 болады. Демек жазатын болсақ, бірінші былайынан жазып аламыз: x минус 1, x плюс 1 деп. Ал келесі жақшада бізде x квадрат минус x қосылған 1, одан кейін x квадрат қосу x қосу 1-ді жазамыз. Міне осылайынан 4 жақшаға жіктеліп қалады екен бізде. Жай ғана мынау x-тің 6 дәрежесі минус 1-іміз. Енді көбейгіштерге жіктелді, есеп шықты деген сөз. Әрі қарай мына есепті шығаруымыз керек. Бұл есепте қарасаңыздар, топтау әдісіне саламыз. Топтау әдісі дегеніміз, мына жерде жақшаны сыртына шығарайық. x-ті шығарсақ, x-тің квадраты азайтылған 1 қосылған, мына жерде 2x қосу 2-ден 2-ні жақшаны сыртына шығарамыз, x қосу 1 болып қалады. Енді тең дейтін болсақ, мысалына 1-дің үстінде квадрат тұр деп ойласақ, ол a квадрат минус v квадрат алдында жазылған формулаға келіп тұр. Енді x ашатын болсақ, бұл x минус 1, x плюс 1 болып ашылады. Қосылған 2, x қосылған 1. Енді топтау әдісі дегеніміз, міне бізде бірдей x плюс 1, x плюс 1 бар, соны ортақ көбейткіш ретінде өзін бөлек жақшаға шығарып жібереміз. Сол кезде бізде жақшамызда x, мына жағында x минус 1 қалады.
мына жер қалды. И осыны именно 2-ні қалдыруымыз керек. Плюс 2. Енді тең дейміз. X плюс 1 өзі жазылады. Қайтадан мына жерді ашамыз. X квадрат минус X қосылған 2 болады. Міне біздің де көбейткішке мынау есебімізде екінші есебімізде көбейткіштерге жіктелді. Келесі есеп. Келесі есепте енді мысалы былайынан жіктегеніміз дұрыс болады. Y куб минус 8 и 3y квадрат қосу 6y. Міне былай жазып алайық. Y куб азайтылған 8 дегеніміз қай санның кубы? 8 дегеніміз ол 2-нің кубы. Минус 3y квадрат қосу 6y деп жазып аламыз. Енді теңдейік. Енді мына жерді байқап қарасаңыздар, y куб азайтылған 2-нің кубы деген a куб минус b куб деген формулаға келіп тұр, жоғарыда айтылғандағыдай. Демек оны y минус 2 y квадрат қосу 2y қосу 4 деп аламыз. Формулаға осылай салынып ашылады. Енді келесісі минус 3y шығарып жесек, демек мына жердегі жақша плюс қазір қарама-қарсы таңбамен кіреді. Y азайтылған 3y шығып кететін болса 2 қалатын жерде. Енді бұл жерде де топтау әдісі ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығып кететін бізде мүшесі бар. Y минус 2 и y минус 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Мен астын сыз қойын. Y минус 2, y минус 2 шығардық. Ал қалған келесі жақшаға жазуымыз керек. Y квадрат қосылған 2y қосу 4 азайтылған 3y. Бірінші жақшаны жазамыз. Y минус 2 келесісінде мынау 2y пен 3y. Осы ұқсас мүшені біріктіреміз. Ұқсас мүшені біріктіру деген не? Қосас, азайтас. Бізде алдындағы таңбаларына қарай. Плюс 2y минус 3y болғандықтан бізде минус y-ті береді. Және де қосылған 4. Міне, бұл есебімізде көбейткіштерге жіктелді. Енді алдыңғы есептері жеңілдеу. Сабақтың этабына байланысты есептерді мен күрделендіре берем. Соны ескеріп отырыңыздар. Так. Енді ары қарай мына есепте a кубты и a квадратты шығарып жеріп есептейік десек, бізде бұл болмай қалады. Енді есепте мына жерге тұстас қарайық. Байқап қарасаңыздар, ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығады ма? Бұл жерде a квадрат жақшаның сыртына шығады. a квадрат шығарсақ мына жерде a квадрат минус 2a қосылған 1 қалады. Және де минус 1 дейсіздер. Енді мына жерде a квадрат минус 2a плюс 1 деп тұрған жер мына формулаға келіп тұр. a минус оның квадраты деген. Бұл бізде ашылса a квадрат минус 2av қосу v квадрат деп ашылады. Осы формуланы қолданып көретін болсақ, мысалы a квадрат бізде a-ға тең, және де b-ның орнында 1 тұр деген сөз. Демек біз бұны былай жазып аламыз. a квадрат жақшаншы a минусты жазам, b-ның орнында 1 тұр, 1-дің квадраты деп жазып аламын. Мына түрге келтіргеніміз. И азайтылған 1-дің квадраты. Тең. Енді мына жерде байқап қарасаңыздар, a-ның квадраты бар, және де a минус 1-дің квадраты бар. Демек бұны біз былай аламыз. a екеуінде де ортақ квадрат болғандықтан екеуін бір дәрежеге аламыз мына бүйтіп. И азайтылған 1-дің квадраты. Бұлай алуының себебі жоғарыда айтылып кеткендегідей, мысалы бірінші слайдта айтылып тұр. Мына формулаға сәйкес келеді. Осы формуланы қолданғалы тұрмыз осы жерде. Демек, былайынан жазамыз. Бірінші a минус v-ны жазу керек. a минус 1 азайтылған 1 болады. Енді мен a минус b-ны жаздық. a
міне плюс 1-ді жаздық. Формуланы қолдандық. Енді жақшаны ашу керек. Осы кезде жақшаның ішінде а квадрат минус а минус 1 болады. Келесі жақшамыз а квадрат минус а плюс 1 болады. Міне бұл есебімізді көбейіштерге жіктелді. Келесі есеп. Енді бұл есепте де тура солай алдыңғы есепке ұқсайды десем де болады, алдыңғы есепке. Енді мына жерге тұтас қарайтын болсақ, бұл жер бізде формуланы беріп тұр. Жаңа ғана алдыңғы слайдта жаздым. Видеоны паузаға қойып немесе артқа жылжытып көрсеңіздер болады. А азайтылған b-ның квадраты болады. Астында сызылып тұрған жер. Азайтылған z-дің квадраты дейміз. Бұл қайтадан а квадрат минус b квадрат деген формулаға келіп қалды. Демек бұл а минус b азайту z а минус b қосылған z болады. Так. Міне осымен екінші түсіндірме сабағым аяқталды. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.